бізге берілген тапсырма бойынша 150 грамм 10% тұз ерітіндісін дайындау қажет. Бұл үшін бізге 150 грамм 10% тұз ерітіндісін дайындау үшін бізге 15 грамм тұз қажет, яғни есептеулер жүргізілді. Және де 15 грамм тұз ерітіндісі, яғни масса ерітіндісі, масса тұзды алу арқылы бізге 135 грамм су қажет екенін білдіреді. Яғни 150 грамм 10% тұз ерітіндісін дайындау үшін бізге 15 грамм тұз және 135 грамм су қажет. Осындай мензуркадағы суды өлшеуіш стаканға 135 грамм етіп құйып аламыз. Және суымыздағы тұзды осы таразыға саламыз. Және екінші жағына 15 граммдық гир саламыз. Бізде гир ауыр болып кетті, тағы да тұз саламыз. Және осы тұзымызды жаңағы 135 грамм суымызға құйып салып аламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай, бізде осындай ерітінді пайда болды. Яғни 150 грамм 10% тұз ерітіндісін біз осы практикалық жұмыс арқылы дайындадық.